Сәлем балақайлар, қалдарың қалай? Өзірмен бірге әдеттегідей ертегіші Айбек ағайларың. Сағындыңдар ма ертегіні? Бүгін тағы да ертегінің тыңдауға дайынсыңдар ма? Ондай болса, бүгін тағы да күшті, қызық ертегі оқиды екенбіз. Енді бүгін бастайтын кітабымыз мына кітапша. Осы кітапшадан тағы да күшті ертегілер оқитын боламыз. Сонымен бүгін біздің оқитын ертегіміз не деп аталады екен? Бүгінгі оқитын ертегіміз жалқау қоян деп аталады екен. Қоянды білесіңдер ме барлығың? Құлақтары ұзын, қорқақ қоян. Жалқау қоян екен бұл жолы. Ұйқыларың келді ма? Ұйықтайын деп жатсыңдар ма? Онда жақсылап отырып, немесе жақсылап жатып алып, ертегімізді тыңдайық, Баяғы өткен заманда, орманда жаңбыр жаумай кетіпті. Жаз келсе де бір тамшы су жаңбыр жаумапты. Аңдар мен жануарлар, құстар барлығы шөлдеп, әбден шөлдеп азап шеккен жануарлар бір шарасын ойлап табу керек деп барлығы ойланыпты. Не істесек болады бұл деп бары ойланып, бері ойланып отырғанда араларынан біреуі айтыпты. Ондай болатын болса, біз құдық қазайық депті. Құдықты білесіңдер ме? Жерді қазып, су шығарады, Сонымен, бірақ араларындағы қоян ғана, мен әлі кішкентаймын деп жалқауланып, жұмыс істегісі келмепті. Қоянның бұл еркелігі өзге жануарлардың ашуына тиіпті. Бәрі ашуланыпты. Сөйтіп жануарлардың еңбегі босқа кетпей, қазған құдықтарынан мұздай сұп-суық су шығыпты. Бәрі көріп, қуанып, суды барлығы тойғандарынша, шөлдер қанғанша ішіп, әрі жуынып, тап-таза болып алыпты. Ал құдықтың қазылуына көмектеспеген жалғыз қоян ғана су іше алмапты. Оны ешкім құдықтың қасына жолатпай қойыпты. Қасына келме, сен жұмыс істемедің депті. Орман патшасы арыстан қоянның құдыққа жақындамауы үшін күн сайын күзетші қойыпты. Күзетші күзетіпті сол құдықты, қоян келмесін деп. Сосын қоян істеген ісіне қатты өкініп, бекер болды, мен неге көмектеспедім екен деп, сол өкінішінен ешқандай пайда болмапты. Ары, енді су ішкісі келеді ғой. Су ішкісі келеді, жуынғысы келеді. Бірақ еңбектенбегеннен кейін аңдар оны құдықтың қасына жолатпай қойыпты, Сол бір күні түнде кезегіне піл келіпті. Күзетші болып бір күні піл келіпті. Барлығы ауысып отырады, бір күні қасқыр, бір күні түлкі, бір күні піл, бір күні маймыл болып, Соның бір кезегі пілге келіпті. Соның пілмен қоян дос екен. Дос болған соң қоян ешкімге білдіртпей су берер деген оймен қасына барыпты. Сөйтсе піл ұйықтап жатыр екен. Қанша оятса да ұйқысынан тұрмай қойыпты. Болмай қойған соң құлағына барып қоян, әй піл, тұршы, маған су берші деп айғайлапты. Бірақ піл ұйқысынан
оянбай сонда да жата беріпті. Содан ұйқысынан бір уақытта піл оянып кетіп, қатты енді шошып кеткен ғана қатты айғайлаған кезде құдықтың шетінде үйіліп тұрған үйіндіге соқтығысып қалыпты. Енді піл дәу ғой, құдыққа соғылып қалыпты. Сөйтсе құдықтың ішіне сол соғылып қалып, бір жақ бұрышын құдықтың соғып қиратып алып, ішіне сол қираған топырақтардың бәрі құдықтың ішіне түсіп кетті. Осылай құдық бітеліп қалыпты. Енді топырақ түскен соң судың үстіне топырақ түсіп бітеліп қалыпты. Содан болған оқиғаға қатты қайғырған піл, мұның бәрі менің кесірім, енді не ішеміз? Мен кінәлімін ғой, ертең жануарлар таңертең келгенде не дейді? Мен кінәлі болып қалдым ғой, дейді. Содан жылай бастапты отырып. Сол қоян: досым, жыламашы, бір жолын табамыз. Екеуміз де осы құдықты қазатын болсақ, таң атқанша бітіреміз ғой, депті. Сонда піл айтыпты: сен кішкентайсың, әрі әлсізсің, десе қоян: енді қарап тұр, менің қалай жұмыс істейтінімді, депті. Содан шынында да қоян жаңағы киімдерін шешіп тастап, қолына күректі алып, іске кірісіпті. Жаңағы жерді қаза бастаған басқа жақтан. Таң атқанша пілмен бірге құдықты терең қылып, керемет қылып қазып тастапты. Ертеңіне піл, енді ертесінде күн ақырын таң атады ғой. Таң атқан кезде піл барлық жануарларға қоянның еңбегін айта бастапты. Мінекей қоян деген келіп, өзі құдық қазды, өзі еңбектенді, деп. Соң барлығы шапалақ ұрып кәдімгі: молодец, жарайсың, деп. Шапалақ ұрып құдықтан су ішуге енді лайықты болғанын айтыпты. Енді сен ішуге болады, деп. Қоян су ішкенімен қоймай, өзге жануарлармен қайта татуласқанына да қатты қуаныпты. Енді суды да ішіпті, жануарлармен де татуласыпты, дос болыпты, бәрімен қайтадан. Бәрі қоянды кешіріпті. Өзін орманның бір мүшесіндей бақытты сезініпті. Олай болса, балалар, еңбектің не дейді? Наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деген сөз содан қалған болу керек, дейді. Ата-бабаларымыз бекер айтпаған ғой, қазақта сондай мақал бар. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деген. Сондықтан балалар еңбек етіп, ата-аналарымызға көмектесуіміз керек екен. Олай болатын болса, балалар, міне бүгінгі ертегіміз осындай күшті қоян жайындағы ертегі болды. Тыңдағандарыңа үлкен рахмет. Енді барлықтарың жақсылап жатып, тәтті ұйықтап, жақсы түс көріңдер. Түндерің тыныш болсын, ұйқыларың жақсы, тәтті болсын. Барлықтарыңа келесі ертегі оқитын күнге дейін қош сау болыңдар демекпін.